Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен өте оңай дайындалатын, құрамы барлықтарыңыздың үйлеріңізден табылатын, әрі балаларыңыз сүйіп жейтін өте дәмді гречкадан котлет жасайтын боламыз. Мен сіздерге осылай екі түрлі етіп көрсету үшін дайындап қойдым. Осылай да жанына гарнир мен түскі асқа ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға сөзсіз ұнайды. Рецептім ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен картошкаларымызды суға салып қайнатып алатын боламыз. Бұл гарнирі. Енді картошкамызды алып, ортасынан осылай пышақпен тіліп, кесіп шығамыз. Қатты кесіп жібермеңіздер, тек сыртқы қабықтары кесілсе болды. Барлығын осылай кесіп шығамыз. Бұл не үшін екенін картошкаларымыз піскен соң айтамын. Мінекей барлық картошкаларымыздың ортасынан кесіп шықтық. Менде мына жерде 5-6 картошка. Енді осыны үстіне су құйып, газға қойып, картошкаларымыз піскенше қайнатып пісіріп алатын боламыз. Енді бізге гречка қажет. Менде мына жерде піскен. Сіздер алдын ала пісіріп қайнатып алсаңыздар болады. Енді осыны вилкамызбен немесе қолымызбен майдалап езіп шығамыз. Кешкісін гречка басқан болатынмын, судан артылғаны. Бүгін енді соны қайтадан жылытып бермейін деп тастауға тағы обал. Сондықтан гречкадан котлет жасауды жөн көрдім. Мінекей езіп алды. Енді бізге бір сәбіз бен бір пияз қажет болады. Қазір пиязымызды майдалап турап, сәбізімізді теркадан өткізіп алатын боламыз. Пиязымыз турап алдық. Сәбізімізді теркадан өткіземіз. Мінекей сәбізді де күштен өткізіп алдық. Енді осы екеуін майға қорып алатын боламыз. Бұл не үшін десеңіздер, гречкамызға қосамыз. Сол кезде котлетіміз өте дәмді болып шығады. Ең алдымен табамыздың астын жағып, баяулатамыз. Өсімдік майын аз мөлшерде құямыз. Майымыз қыза бастаған кезде пиязымызды, сосын сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Мінекей сөлі шығып, қызарып, жұмсарғанша қуырып алдық. Енді осыны гречкамыздың үстіне саламыз. Бір араластырып, енді үстіне 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. 1 жұмыртқа қоссаңыздар да болады. Мен 2 жұмыртқа қосамын. Тағы бір араластырып. Жақсы бірігу үшін 2-3 қасық ұн қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді дәміне қарай дәмдеуіштерді қосатын боламыз. Кішкене тұз қосамын. Қара бұрыш. Енді жақсылап араластырып аламыз. Мінекей толық дайын болды. Мінекей картошкаларымызда пісіпті. Ыстық суын төгіп, үстіне салқын су құйып қойдым. Енді осылай бір 5-10 минут тұру қажет. Енді пияздарымызды қуырған табамызға аз мөлшерде май құйып, көп май құйып қажет емес. Кішкене майымыз қызсын. Майымыз қызды. Мен котлеттерді алдын ала жасап дайындап қоймаймын. Бірден дайындап отырып пісіріп аламын. Қолымызды сулап, аз мөлшерден үзіп алып, домалақтап осылай котлеттің пішініне келтіреміз. Котлетті әр алған сайын қолымызды сулап тұрамыз. Мінекей өте оп-оңай, осылайша қалған котлеттерімізге жасап шығамыз. Келесі бетіне аударамыз. Қызарыпты, 2-3 минут уақыт өтті. Котлеттеріміз қатайды. Мінекей екі беті де қызарды. Енді ала берсек болады.
осылайша барлығын дайындап жасап шығатын боламыз. Мінекей, котлеттеріміздің барлығын пісіріп алдық. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Енді гарнирін дайындайтын боламыз. Картошкаларымыз суып дайын тұр. Бастапқыда сіздерге ортасын кескен себебін айтайын. Аршыған кезде осылай ғана арши саласыздар. Өте оңай. Мінекей, барлығын осылай тез-тез ғана арши саламыз. Енді картошкамызды еземіз. Тұз саламыз. Араластырамыз. Немесе қолмен де езіп араластырсаңыздар болады. Мінекей дайын. Енді сұйық массамызды дайындайтын боламыз. Соус десек те болады. Үшін бізге тәтті бұрыш қажет. Енді осыны майдалап турап аламыз. Тәтті бұрыш болмаса, пиязбен де жасай берсеңіздер болады. Осыны майға қоратын боламыз. Енді табамызға кішкене май құйып, майымыз қыза бастаған кезінде бұрыштарымызды салып, жарты қасық томатная паста, кішкене қуырып, су құямыз. Кішкене тұз саламыз. Қақпақпен бетін жауып, бір қайнатып алатын боламыз. Мінекей қайнады. Астын өшіреміз. Соусымыз дайын. Енді тамағымызды тарелкаларға саламыз. Осылай 2 котлеттен салсаңыздар болады. Жанына пюреміз саламыз. Енді соусымызды құямыз. Мінекей дайын. Осылай тарелкаларға салып, ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шықты. Ас болсын.